Білімпаз KZ сайтының балаларға арналған аудио кітапханасы. Ең қымбат байлық. Ертегі. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, қырғауыл жүні қызыл, құйрық жүні ұзын кезде, дәл біздің осы күнгі жалқау балалар секілді сидам-сирақ жастар өте көп болыпты. Әдетте жалқаулардың құрғақ уайымға көп салынатын әдеті ғой. Сондай жалқаулардың бірі: «О, жаратқан ием! Жарық дүниеге әдейі әкелген соң, дәулетті өмір сүретін жасымда, ішсем тамаққа, кисем киімге жарымай жүрген түрім мынау», деп уайымдапты. Оның мұңын естіп қалған бір ақсақал: «Ей, қарағым, сен несіне қайғырасың? Байлықтың бәрі өзіңде тұр ғой», депті. Ақсақалдың сөзін мені мазақтағаны деп түсінген жігіт: «Сіз қайдағы байлықты айтып тұрсыз?» деп ашуланыпты. Ақсақал ештеңе болмағандай сабыр сақтай отырып: «Шырағым, сен андағы екі көзіңді маған сатшы. Мен саған қалаған ақшаңды алтын, күміс берейін», дейді. Жігіт ашуланып: «Екі көзден айырылғаннан кейін сіздің алтын күмісіңіздің керегі қанша? Ондай байлығың өзіңе». Ары қарай жігіттің 12 мүшесіне саудаласып сұрай бастаған ақсақалға әбден ашуланған жігіт: «Ақсақал, ат басындай алтын берсеңіз де, ешбір мүшемді сатпаймын. Өйтіп мүгедек болар жайым жоқ», деп кесіп тастапты. Сонда барып ақсақал: «Ендеше адамның ең қымбат байлығы денінің саулығы. Сен сияқты 4 мүшесі түгел адам, бай адам. Оны ешқандай алтын күміске айырбастап ала алмайсың», деген екен.